Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Бүгін сіздермен бірге болатын мен Алматы облысы тіл оқу әдістемелік орталығы Қарасай аудандық филиалының оқытушысы Фатима Төлегенқызы Сағымбекова. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы туыстық қарым-қатынастар, грамматикалық тақырыптар, шығыс септігі және нақ осы шақ, жай түрі. Жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Күйеу бала, нағашы, немере, немере аға, тәте, тегі, туған, туыс, туысқан, ағайынды, ағайын туған, бөле, жезде, жеңге, жиен, жиен шар, келін, көке. Жаңа сөздерді дәптерлеріңізге жазып, жаттап алыңыздар. Бірінші тапсырманы орындайық. Кестені толтырыңыз, ойыңызбен бөлісіңіз. Шағын және үлкен отбасы қандай болады? Құрметті тыңдаушылар, берілген екі кестені де толтырыңыздар. Келесі оқылым тапсырмасы. Бірге дауыстап оқиық. Менің есімім Дариға. Анамның туысқандары Қуанышаевтар, нағашы атам, әжем, көкем көрші көшеде тұрады. Олардың үйі үлкен. Онда 7 адам тұрады. Үйде 6 бөлме бар. Бір бөлме нағашы атам мен әжемдікі. Бір бөлме көкем мен жеңгемдікі. Бір бөлмеде үлкен ұлы тұрады. Ол компьютерде көп жұмыс істейді. Бір үлкен бөлме кіші 2 ұлдікі. Оқылым тапсырмасы бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Дариғаның тегі Қуанышаева ма? Оның нағашылары қайда тұрады? Нағашыларының үйінде кімдер тұрады? Тексеріңіз. Дариғаның тегі Қуанышаева емес. Дариғаның нағашылары көрші көшеде тұрады.
Нағашыларының үйінде нағашы атасы мен әжесі, көкесі мен жеңгесі және 3 ұлы тұрады. Келесі грамматикалық тақырып. Шығыс септігі. Мағыналары. Қимылдың, іс-әрекеттің неден, қайдан шыққанын, қайдан басталғанын білдіреді. Мысалы, ол бүгін Мәскеуден келеді. Біз ауруханадан шықтық. Заттың неден істелгенін, неден жасалғанын көрсетеді. Мысалы, маған күмістен жасалған бұйымдар ұнайды. Оқушылар қағаздан ойыншықтар жасады. Шығыс септігінің сұрақтары. Кімнен, неден, қайдан? Мысалы, ол кітапты Асаннан алды. Мен үйден шықтым. Жалғаулары. Дан, ден, тан, тен, нан, нен. Грамматикалық тақырып бойынша тапсырма орындайық. Шығыс септіктің тиісті жалғауын қойыңыз. Тексеріңіз. Дүкеннен сатып алдым. Базардан сатып аласың ба? Үйден шықты. Досымнан алған жоқпын. Бауырымнан білдім. Әкімдіктен келген жоқ. Келесі грамматикалық тақырып нақ осы шақ, жай түрі. Нақ осы шақтың жай түрі сөйлеу барысында өтіп жатқан қимылды, іс-әрекетті білдіреді. Мысалы, мен университетте тұрмын. Нақ осы шақтың жай түрі 4 қалып етістік арқылы жасалады. Қалып етістіктер. Тұр, отыр, жүр, жатыр. Мысалы, сен көшеде тұрсың. Мен үйде отырмын. Сіздер көшеде жүрсіздер. Біз диванда жатырмыз. Нақ осы шақтың жай түрін нақтылау мақсатында қазір, тап қазір, осы сәтте деген сөздер қолданылады. Мысалы, мен қазір банкте тұрмын. Ол тап қазір саябақта жүр. Сен осы сәтте жиналыста отырсың. Тапсырма орындайық. Суреттерді пайдаланып, тиісті сөздерді жазыңыз. Тексеріңіз. Менің ұлым мектепте жүр. Спортшылар рингте тұр. Сен креслода отырсың ба? Менің ағам диванда жатыр.
Келесі тапсырма, тиісті етістікті жазыңыз. Тексеріңіз. Мен мекемеде тұрмын. Сіз кинотеатрда жүрсіз бе? Ол диванда жатыр. Сен театрда отырсың. Сіздер қайда тұрсыздар? Біз базарда жүрміз. Ол ауруханада жатыр. Мен қазір үйде отырмын. Сендер спортзалда жүрсіңдер ме? Құрметті тыңдаушылар, осымен сабағымыз аяқталды. Үй тапсырмасы туыстық қарым-қатынас тақырыбында диалог құрастырыңыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.